Қызылорда қаласы Саяхат микрорайонынан біз кереметтей 2023 жылғы мына әп-әдемі үйді көргелі жатырмыз. Сыртқы дизайнның өзі тамаша, жап-жаңа, ешкім тұрмаған үй, достар, толығымен күйдірілген қыштан салынған. Терезелердің айналасындағы жақтаулары, жалпы фундаменті, есік алдындағы стяжкасы барлығы тамаша құйылып, ұйымдастырылып жасалған. Енді шатырын енді айтпақ қойын. Жанында айта кетейін, мешіт орналасқан Әбу Бәкір деген барлығы білетін осы Саяхаттағы жаңа мешіттердің бірі. Енді кеттік, толығымен таныстырып шығайын. Мынау есігін алдындағы террасасы. Так, бұл бізде үйіміздің алғашқы кіреберіс аймағы. Айта кетейін, үйіміз толығымен жылы еденді, яғни теплый пол. Кіреберісте жуыну бөлмесін бөлек қалдырып кеткен. Бұл проектідегі ең тамаша ұйымдастырылған бөлік деп ойлаймын. Енді кеттік, холлға қарай өтейік. Холлдың ерекшелігі осы үйіміздің кіреберісімен бірге былай қарай қалай айтсам екен, біріктіріліп кеткен. Яғни өте ыңғайлы. Прям мынау кіреберістен кіресіз да, холлға қарай емін-еркін жүресіз. Пространство өте кең. Телевизор зонасы бар, әрине, холл болғаннан кейін. Жоғары жақтағы жарықтандыруын тамаша қылып жасаған. Әрине, қазір ол қоспағаннан кейін көріп тұрған жоқ. Кіреберісте сонымен қатар қонақтарың сәнденіп, боянып сыланатыннан айнасын қалдырған. Енді ас бөлмесін қарап жүріңіз. Ас бөлмесі кең, тамаша ұйымдастырылған. Едені бізде паркет. Ас бөлменің мынау кухонный гарнитур орналасатын жерін бөлек кафельмен жасаған. Фартугымен осы кухонный гарнитурдың орналасатын жерін бірдей үйлестірген екен. Тамаша. И сонымен қатар мына кіреберіс аймағымызда бізде кафельденген. Кеттік, енді залмен танысайық. Залдың ішкі көрінісі, залда кең. Және де жалпы айтқанда бұл үйде барлық жатын бөлмеге дейін барлық бөлмелер кең. Жатын бөлмелерге қарай өтетін зонада осына шағын коридор бар. Бұлай қарай міне бір жатын бөлме орналасқан. И ортада балалар бөлмесі. И тағы да бір жатын бөлме. Бұл бөлмеде, яғни бұл жатын бөлмеде ерекшелігі бізде санузелі бар. Яғни бізде үйде 2 санузел бар. Тамаша үй 2023 жылғы күйдірілген қыштан салынған, ешкім әлі тұрмаған. Енді керемет үй ғой. Хабарласыңыз.